Демесінов Есен, ішкі істер қызметінің генерал-майоры. Есен Демесінов 1938 жылы 15 сәуірде Қайрат ауылында дүниеге келген. Алматы орта кәсіптік, Қарағанды жоғары милиция мектептерін және Мәскеудегі ішкі істер академиясының жоғарғы курсын тәмамдаған. Алғашқы еңбек жолын Жуалы және Қордай аудандарында милицияның оперативті өкілі, тергеушісі болып бастаған. 1984 жылы Қызылорда облыстық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары, 1985 жылы басқарма бастығы болып тағайындалған Есен Демесінов бұл қызметте 1997 жылы зейнетке шыққанша жұмыс жасады. Ол құрмет белгісі орденімен, алтын медальмен, Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасымен, КСРО ішкі істер министрлігінің еңбек сіңірген қызметкері белгісімен марапатталған.